Сыйдан қашады. Аздап керек емес пе? Ей, сиқырлап жіберсек оңай болады. Жұмысқа оралайық. Маған не болды өзі? Жетер, сиқырлап болған сияқтымыз. Не болып кетті өзі? Соны айтам. Бәрі бұрсып жатыр. Біз бұдан сұрғысын көргеміз. Иә, Анастасияның ғашық болып қалған есіңде ме? Менің есімде. Күрше қыздың өгей сіңілісі ме? Сол Анастасия ма? Иә. Әңгімеміз шатпақ те Жоқ, бұл махаббат хикаясы. Ай, Люцифер! Айнадан былай тұршы, бұл менікі ғой. Жоқ, менікі. Менікі деймін. Ой, я дұрыс айтасың. Бұл сенікі. Мұны әдейілеп жырттың. Өткен жоқ сөйттің. Қыздар, тәжікілесе беретіндерің не? Ертең күлше қыздың кеш өтеді. Соған дайындалыңдар. Патшалықтың екі жақсылары сол жерге жиналады. Егер жар тапқыларың келсе, осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңдар. Мені тағы ұятқа қалдырып жүрмеңдер. Түсінікті ме? Иә, апа. Дризелла, шашыңды жинашы. Анастасия, опадан көбірек жақ. Дені дұрыс жігітті сұлу қыз ғана қызықтыра алады. Соны ұмытпаңдар. Сендерге жағдай бар. Ақсүйек жар іздейміз. Мүмкін граф болар. Немесе герцог. Әрине. Қане жүріңдер. Екеуіңе де жаңа көйлек керек. Сосын жаңа кебіс. Және әшекейлер. Әдемі болу керек. Люцифер, жүр. Люцифер! Қайырлы таң, күрше қыз. Неге бұлай киініп алдың? Базарға осылай киініп барса, мені ешкім танымай қалады. Достар, егер де сіздер осы мультфильмді толық соңына шейін көріп тартып алғыларыңыз келсе, енді оны соңына шейін көріңіздер. Ал олай болса кетті. Қазір мен күрше қыз екіні қалай толық көруге болатынын көрсетемін. Күрше қыздың описаниясын қарасақ, онда ссылкада. Соны басып кіреміз. Мен робот емеспін деген сөзді басамын. Сосын маған таксидің сюжетін таңда дейді. Мен 3 таксидің сюжетін таңдаймын. Сосын патриотик деген кнопканы басамын. Сосын маған рекламаны көрсетеді. Сол кезде артқа қайту деген кнопканы бассақ. Ашылды. Енді біз получить ссылку деген сөзді басамыз. Сосын біз өз Google аккаунтымызды таңдаймыз. Ал достар, осылайша күрше қыз екінің толық нұсқасын көруге болады. Ал енді қалай тартуға болатынын көрсетемін. 3 нүктені басамыз. Скачать дегенді бассақ, бұл видео біздің соткамызға тартылады. Төбесіне қарап көруге болады. Достар, бұл менің досым емес, ол роботтың дауысы. Жақын арада дәл осы секілді менің каналда кез келген мультфильмді соңына шейін толық нұсқасын көруге болады. Сау болыңыздар.